Сәлем достар, полиция қызметкерлері ар мен адалдықтың символы. Олар халықтың қорғаны. Қылмысты ашуда, қауіпсіздікті сақтауда полиция қызметкерлерінің еңбегі зор. Бірақ бір құмалақ бір қарын майды шіртеді демекші. Өз міндеттерін дұрыс ұстанбайтыны, немесе берілген өкілеттігінен артық іс-әрекеттерге баратын полиция қызметкерлері баршылық. Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін елімізде болған полиция қызметкерлерінің сұмдықтарын көрсететін боламыз. Видеомыз басталмастан лайк басып, онымен WhatsApp немесе басқандай әлеуметтік желілер арқылы туыс достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Айтпақшы 2 миллион көрермен санына жетейін деп қалдық. Барынша қолдау көрсетіп тіркеле отырыңыздар. Байқадыңыздар ғой, видеоларымыз күн сайын шығып жатыр. Сіздерден қолдау, ал менен жиі шыққан видеолар. Келістік пе? Иә достар, тағы бір рет қайтала кетейінші. Видеода барлық полиция қызметкерлері жайында емес, жеке дәл сол көрсетілген бейнелердегі заңға қайшы келген қызметкерлер жайлы айтылады. Әйтпесе өз қызметтерін адал орындап жүрген талай полиция қызметкерлері бар ғой. Сондықтан видеоны дұрыс түсінікпен көрейік. Лайк басып тіркелдіңіздер ме? Ондай болса жалғастыра берейін. Бірінші видеомызда қызметкерлерінен пара алып, оны дұрыстап тұрып санап, артынан оны өзіне алып алған майорды көре аламыз. Осы бейне жазбаны сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің баспасөз қызметі жариялады. Сөйтіп тексеру барысында Шымкент қарамағындағы қызметкерлерден 1 жыл бойы пара алған майор ұсталды. Жергілікті полиция қызметінің командирі қызмет бабын асыра пайдаланып 178 мың теңге мөлшерінде пара алған. Оның бұған дейін де бірнеше рет осындай жағымсыз іспен айналысқаны белгілі болды. Тіпті демалысқа шыққысы келген қызметкерлерден 2000 теңге алып, оларды бір күнге босатып отырған екен. Қазіргі таңда ол бұлтартпау шарасымен қамауға алынды. Тергеу әлі жалғасып жатыр. Келесі бейнеде мас күйінде көлікті жүргізіп келе жатқан полиция қызметкері жолдың бойында тұрған автокөлікке соғылады. Бұл видеода ең күлдіретіні немесе жылататыны мен қазір дәл нақты эмоцияны айта алмаймын. Әлгі ішімдікке тойып тұрған полиция қызметкері ұят болады ғой, өзім істеп беремін, қазақпыз ғой деп айта бастайды. Қысқасын айтқанда бұл жерде артық сөздің қажеті жоқ, оны көру керек. Имя, фамилия. Біз жветский емеспіз біз? В основном едем. В основном едем. Что? Покажи. Сеперин. Покажи, брат. Сеперин. Атың кім? Еркебұлан. Фамилия? Нұржанов. Капитансың да? Покажи. Ятқан ғой. Неге ят? Сеперин. Өзің машында, брат. Спец машина. Өзің машина өзің. Сеперин. Ё-моё. Патрульдік полиция қызметкері осы видеоның авторын жол қозғалыс ережелерін бұзғаны үшін, нақтырақ айтатын болсақ жылдамдықты асырғаны үшін тоқтатады. Бірақ жүргізушінің заң бұзылғанының дәлелдерін көрсетуін талап еткенде, әлгі полиция қызметкерлері біраз дауласып, ашуланып, ақыры айқайлап, көлікті біраз ұрып, еш дәлел көрсетпей жігітті босатып жіберді. Вы меня остановили. Покажите мое тогда нарушение. Я ничего не нарушил. Не знаю, у вас переносной все должен быть. Вы не материтесь, пожалуйста. Хорошо, не тебя. Что вы руки распускаете, а? Что вы руки, говорю, распускаете? ДВД увидимся. Заявление. Воу! Что, нервный какой-то, что ли, блин, а? Чё? Машину не трогайте. Что материтесь вообще, а? У вас все должно быть переносное. Инспектор, я поехал тогда. Негізі заң бойынша жол полициясы асқан жылдамдықты бақылайтын радардың көрсеткішін жол жүру ережесін бұзған адамға көрсетуі міндетті. Бірақ кейбір полиция қызметкерлері оны білмейді, немесе білгісі келмейді ме? Осы видеода ұқсас жағдай. Ұзаққа созылған дауласу барысында полиция қызметкері жүргізушіге Құдай жазаңды береді, құжаттарыңды бір жеріне тығып қой деп айтып, өзі кетіп қалады. Осы бағыт маршруттардың аға жетекшісімін. Аға жетекшісіне рұқсат екен да, жалғыз өз. Бронежилетіңіз қайда? Ол жолда сол вопрос, бөлек вопрос. Жарайды. Маған жаңа видео дәлеліңізді бірінші маған құжатты беріңіз енді. Видео дәлел көрсетемін, сіз маған құжатты беріңіз. Жоқ, құжатты. Заңға бағыныңыз. Мен сіздің талаптарды орындадым, бауырым.
Қараңыз. Бауырым, водитель мырза, енді менің талабым требую. Көрсетуге тиістімін. Но сіздің алдыңыз әкем емес. Мен түсуге міндетті емес. Міндеттісіз. Неге? Неге? Жоқ, маған Сіздің талабыңыз бойынша ма? Сіз талап қойып жатсыз, мен міндетті түсемін, иә? Инспектордың талабын орындадым, өз көлігімді тастап кетуге бас тартамын. Маған көрсетіп жатырған жоқсыз. Бауырым, деме маған, деп. Кешір. Деп қатыңызға айтасыз. Саған айтқан жоқпын мен. Дедіңіз маған. Қарашы. Үйтіп айтқан жоқпын. Қатыңызға үйіңізге барып жеңгеге айтасыз, еді. Қатын деп сен де сөйлеме маған. Мен айтам, қазақтың сөзі ол. Қазақтың сөзі болса, онда Құдай жазаңды берсін сен. Неге неғып жаза береді? Жаза саған берсін, естің бәрін дәлелдей алмай жатсың ғой, тірлігің. Құдай жазаңды берсін. Сен де Құдай жазаңды берсін. Мә құжаттар, міне тұр құжаттарым. Өзің тық, естің бә? Жалпы ондай видеолар өте көп. Мысалы, осы жағдайда жол полиция қызметкері өз құжаттарын көрсеткісі келмей, алдында болған жағдайдағы сияқты радардың көрсеткіштерін көрсетуден бас тартты. Ақыры өзі тудырған сөз қақтығысы барысында шалынып, қой, ешкі деген әңгімеге бола агрессия тудыра бастады. Предъявите служебное удостоверение. Қой? Ешкі. Ешкіде ойнап отқан жоқпын ғой? Ешкі дедің ба? Согласно пункту 2.4. Не дедің сен? Сен не дедің? Ешкі дедің ба? Сен не дедің? Сержант! Руки убери с машины. Бері алдына тұрсынан. Ешкі дедің ғой? Есен қазір көремін. Согласно пункту 2.4. Предъяви служебное удостоверение десем, қой дейді маған. Мен саған қой деген жоқ. Әрсізден көрсетті. Все записано. Документтер көргім. Шықпайым, кесі? Көрсетсі? Бірер жыл бұрын интернетте наразылық тудырып, Наурыз мейрамы кезінде өз талаптарын үкіметке айтпақшы болған бір топ адамдар далаға көк сары шарлар алып шығады деген сыбыс өткеннен кейін полиция қызметкерлері көшедегі тәртіпті сақтауға бар күшін салды. Алайда Наурыз мейрамы кезінде ешкім ешқай жерде шарлармен шықпапты, балаларды санамағанда. Солай көк сары шарлар болмасын деген бұйрықты тура түсінген полиция қызметкерлері қуанышқа толы балалардың шарларын жара бастапты. Баланы шарик тартып алмаймын. Аға, жарам дейді шарик, анама үйе. Екі жыл бұрын Шығыс Қазақстан облысында Риддердің уақытша ұстау изоляторының қызметкері қол астында жұмыс істейтін әйелді зорлады деген күдікпен ұсталды. Яғни полиция қызметкері өзімен бірге жұмыс істейтін қызметкерді зорлаған. Ұсталған полиция қызметкері КП кодексі бойынша 128 бап тәртібінде уақытша ұстау изоляторына қамалды. Құқық қорғау органдарының беделін түсірген әрекеті үшін ол теріс себептермен жұмыстарына қуылды. Ал оның тікелей басшыларына қатысты, тіпті қалалық полиция бөлімінің бастығына дейін қызметінен босату туралы шешім қабылданыпты. Мінеке, полиция қызметкерлері арасында осындай өзінің беделді, жауапты әрі адалды қызметіне кір келтіретін адамдар да болады екен. Достар, лайк басып, бүгінгі видео топтамамыз жайлы өз ойларыңызды пікір алаңға жаза отырыңыздар. Біз барлығын оқимыз, ал ең жақсы пікірлер келесі видеоға енетін болады. Және видеоны таратып, арнамызға тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы пазлға жазыл.